Бұл сабақта закрытие месяца, айды жабу сабағын үйренетін боламыз. Мысалы, отчеты, оборотный сальдо ведомости ашып қараймыз. Және соңғы 3 айда біз деректер енгіздік. Жалақы есептедік, тауарларды енгіздік, списание жасадық, есептен шығардық, салықтарды төледік, бюджетке аудардық, тауар алдық, тауар үшін ақша аудардық. Енді біз 7-ші, 8-ші, 9-ші айларға закрытие месяца, яғни айларды жауып, енгізген негізгі құралымызға амортизация, износ есептеуіміз керек, оның тозуын. Осылайша бізде сальдо на конец болып тұрған сомалардың барлығы жабылып, мына бір колонкаға отыруы тиіс. Ал егер берешектеріміз қалса, әлде де жасалынбаған, ол бізде кредит бойынша немесе дебет бойынша сальдо на конец периодыда орналасады. Мысалы, міне біздің табысымыз және де сальдо на конец. Біз закрытие месяца жасағаннан кейін осы сальдо на конецтегі көптеген сомалар жабылуы тиіс, дебет пен кредитке орналасады. Оны қалай жасаймыз? Сол жақ бетте интерфейстен операция, закрытие месяца деген бар. Осын басамыз. Создать. Осы жерден біз енді бізге керек операциялардың түрлеріне галочка қойып таңдаймыз. Начисление амортизации, белгі қоямыз. Закрытие производственных счетов. Регламентированные отчеты, налоговые учета. Зачет авансовых платежей по налогам, сборам. Закрытие счетов бухгалтерского учета. Осылайша өздеріңізге әдіс тәсілі бірдей, осылайша өздеріңізге керек операцияларды таңдайсыздар. Сонымен провести, біз датасын 31.07-ге қояйық. Осылайша провести закрытті басамыз. Көшіріп аламыз. Дәл осы бойынша 31.08. Тағы да көшіріп аламыз. Тамыз айына провести, закрыть. Үшінші рет көшіріп аламыз. 30.09. Деректерін бәрін тексереміз. Провести, закрыть. Енді обороткаға қайтадан өтеміз. Басынан сформировать басамыз. Мінеке көріп отқандарыңыздай көптеген счеттар сальдо на конецтан жабылды. Мінеке табысымыз 3.600.000, 3.600.000. Және де бұл сома мына жақта отырған. Себестоимость сомалары жабылды. Расходы по реализации, административный салықтар, шегерімдер, шығындар барлығы жабылды. Және де біздің амортизациямыз есептелінді. Мінеке 16.666 теңге. Амортизация есептелінді.